Енді бұл жерде заң мен тәртіп деген ол біріншіден мен ойлаймын семьядан бастау керек. Егер де жаңа үлкендері, семьяда үлкендері балаларына жаңа секілді темекі болсын, лақтыру мәселесін бала көретін болса, ол бала болашақта ойлайды осылай болады екен деп. Егер де көшеде кетіп бара жатып жаңағы пешеходный переход дейміз, қызылға өтіп кетсе жаңағы әкесі либо үлкендердің біреу, ана кішкентай баласы оны есіне сақтап қалады ғой. Сақтап қалады, осылай болады екен дейді. Сол себепте жаңа ата-аналары, үйдегі үлкендер жаңағы айтып отырса, мынау жаман, мынау жақсы деп. Ол семья. Екінші мәселе мен ойлаймын мектепте. Мектеп деген енді бала жаңа бірінші сыныпқа келеді. Ол жерде білім ғана алмайды, үлкен тәрбие, жаңағы ең осы жалпы адамның болашағы, фундаменттері мектепте қалады. Біздің мұғалімдер тек қана жаңағы өз пәнін ғана бермей, жаңағы енді айтамыз ғой, патриоттық мәселелер, тағы да басқа мәселелерді үйретіп нетсе, дұрыс берсе, ең бастысы осы мына қағидаттарымыз біздің өмірімізге кіріп, ол біздің жаңағы күнделікті осы қағидатты сақтау, жалпы біздің норма жизни дейді ғой, сол болу үшін ол біріншіден жаңағы сознание, өз ұғымымыз әр азаматтың.